Жетісу университетінде Цюрих университетінің орталығы ашылды. Ондағы мақсат екі университет арасындағы ынтымақтастықты нығайту. Сонымен қатар кадрлар даярлау, іс-тәжірибеден өту, оқытушылар мен студенттер алмасу, ғылым саласында бірлесіп қызмет жасау, ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатын көздейді. Алдағы уақытта Еуразиялық зерттеулер орталығы Жетісу университетіне келетін шетелдік ғалымдар мен студенттердің жұмыс істейтін, пікір алмасатын, тәжірибе жинайтын алаңы болмақ. Орталық ашудың қажеттілігі болғаннан кейін келісімге келіп, қазір осындай орталық ашып отырмыз. Осы орталықтың бүгін ашылу себебінде бүгін барып, осы 2 жетінің ішінде Цюрих университетіне келген студенттер біздің қазақ тілінің, қазақтың салт-дәстүрін зерттеп, өздеріңіз көріп жатсыздар, жаңа кішкене рахметін айтып жатыр қазақ тілінде. Сондықтан да келешекте 2 жеті деген аз, келешекте осы 1 жылға, жарты жылға академиялық қорғалыққа Цюрихтан студенттерді шақырамыз ба деп отырмыз, және біздің өзіміздің Жетісу университетінің студенттері де сол Цюрих университетіне барып, осы бағыттағы оқу бағытымен барып, Еуропа халқының тарихын зерттеу бағыттары болсын, негізгісі туризм саласы жақсы дамыған Швейцарияда сол бағытта, барып экология бағыты бойынша ғылыми проекттерді дайындасақ деп отырмыз. Орталықты Жетісу университетінің басқарма төрағасы ректор Қуатов Баймырзаев және Цюрих университетінің өнер және әлеуметтік ғылымдар факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары профессор Петр Финке салтанатты түрде ашты. Орталықтың ашылуына 2 университетінің ғалымдары мен студенттер қатысты. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті мен Цюрих университеті 2010 жылдан бері ынтымақтастықта жұмыс істеп келеді. Содан бері 2 оқу орны арасында оқытушылар мен студенттердің алмасуы, іс-тәжірибеден өту, ғылыми жобаларға бірігіп қатысу, этнографиялық экспедиция өткізу сынды жұмыстар атқарылды. Осы күнде 2 проект бар. Бірі Juliet, ол Central Asian Law деген проект. Негізгі Орталық Азияның бизнес мәдениеті туралы. Ол бастаған, екіншісі келесі январдан бастап Мокка деген, ол немегізі коррупция туралы Орталық Азияда сонымен байланысты жаңа проект. Біз оның ішінде проект ішінде бір 15-20 университет басқа жерлерде бар. Швейцариядан, Англиядан, Түркиядан, Орталық Азиядан, Қырғызстаннан, Өзбекстан, Қазақстан әр жерден бар. Сол. Осы 26-ға шейін жүреді. Екінші проект. 5 жыл қазір жұмыс бар, жоспар бар. Онан кейін тағы да проекттер жасаймыз деп ойлаймыз. 2022 жыл 2 университет ішінде жемісті болды. Жазғы мектеп ұйымдастырылып, Цюрих университетінің студенттері мен постдокторанттары қазақ тілін қарқынды түрде үйренді. Талдықорған қаласында этнографиялық тәжірибеден өтті. Қазақ халқының мәдениеті, салт-дәстүрі, ұлттық тағамдары, музыкалық аспаптарымен танысып зерттеулер жүргізді. Цюрих университетінің әлеуметтік антропология және мәдени зерттеулер департаментінің профессоры Петр Финке бастаған ғалымдары жетісулық әріптестеріне лекция оқып семинар өткізді. Әлемдегі үздік 100 оқу орны қатарына кіретін Цюрих университетімен бірлесе орталық ашу Жетісу университеті үшін үлкен жетістік.